қаржы институтынан несие алатын болсаңыз, онда кепілдік мүлігіңіз болуы міндетті. Кепіл не үшін керек? Несие кепілдік ретінде қандай мүлік қабылданады? Кепілді рәсімдеу үшін қандай құжаттар қажет? Осы және басқа да көптеген сұрақтарға жауапты бүгінгі сабағымызда іздейтін боламыз. Кепіл қарыз алушының қаржы институт алдындағы өз міндеттемелерін орындауға кепілдік беретін мүлік. Қарапайым тілмен айтқанда, қарыз алушы несиесін төлей алмаса, кепіл қаржы институтының меншігіне өтеді де, ол кейін оны сатады және осылайша қарыз алушыға берген ақшаны қайтарып алады. Ауылдық жерлерде кепіл ретінде фермердің өз бизнесіне қатысатын тұрғын үйлер, үй жайлар жарамды. Мал шаруашылығында қой қора, мал шаруашылығы базалары, мал бордақылау алаңдары, құрал саймандар, техника болуы мүмкін. Ал өсімдік шаруашылығында жылыжайлар, машина трактор шеберханалары, машина аулалары, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер болмақ. Тізім айтарлықтай өте кең, барлығы сіз несие алатын бағдарламаға байланысты. Мысалы, сыбаға бағдарламасы бойынша сатып алынған асыл тұқым малды да кепілге қоюға болады. Шағын және орта бизнесті қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы нөмірі 6 сабақтан толығырақ білуге болады. Несиенің кепілін көбінесе қарыз алушының өзі ұсынады, бірақ кепілге қойылған затқа меншік құқығы бар кез келген басқа тұлғада әрекет ете алады. Яғни, бұл сіздің туысыңыз немесе таныстарыңыз өзінің мүлкімен кепіл бола алады деген сөз. Бұл жағдайда қарыз алушы, кепіл беруші және қаржы институт арасында үш жақты келісім жасалады. Келесі сөз кезегінде кепілге үйді немесе жер учаскесін қою үшін қандай құжаттар керек екенін айтатын боламыз. Бұл негізгі құжаттар тізімінің үлгісі, алайда әр қаржы институтының өз тізімі болатын біле жүріңіздер және бұл жайлы өзіңіз несие алатын жерден анықтап сұрап алыңыз. Егер сіз кепілге өз үйіңізді қоймақ болсаңыз, онда мына құжаттар қажет болады. Нотариалды рәсімделген сатып алу, сату шарты, пайдалануға беру актісі. Егер қарыз алушы үйді өзі салған болса, құрылысты заңдастыру туралы шешім, жер учаскесі туралы мемлекеттік акт, жер беру туралы әкімнің өкімі, үйдің техникалық паспорты. Ал енді сіз жер учаскесін кепілге қоюға бел шешсеңіз, онда келесі құжаттарды дайындаңыз. Учаскені сатып алу, сату шарты. Егер жер жалға алынған болса, онда учаскені жалдау шарты. Кадастрлық құнды айқындау актісі. Жер учаскесіне мемлекеттік акт. Ауыртпалықтың жоқтығы туралы екінші нысандағы анықтама. Екінші нысанды анықтаманы ЕГОВ сайтынан алуға болады. Ол үшін азаматтарға жылжымайтын мүлік сатып алу, сату, жалға алу, жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтамалар алу бөліміне өтіңіз. Барлық құжаттар сәйкес болуы қажет. Егер қандай да бір құжат ескірген болса, оны жаңарту үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Бывают случаи, когда заемщик предоставляет оборудование, а это оборудование невозможно идентифицировать. То есть нет никаких бирок, никаких заводских номеров. Тогда что нужно делать? То есть мы можем принять, но только в том случае, если они присвоят этому оборудованию инвентарный номер. Этот инвентарный номер должен быть у них в бухгалтерском балансе отражаться. И также он должен быть записан на самом, то есть прописан на самом оборудовании. Кепіл мүлкі бағалануы тиіс. Бұл үшін тәуелсіз бағалау компанияларының көмегіне жүгінген абзал. Кепілді бағалау бойынша шығындарды қарыз алушы өтеледі. Жылжымайтын мүлікті бағалау құны 5000 теңгеден, ал жылжымалы мүлік пен жер учаскесі 10.000 теңгеден басталады. Бағалаушылар палаталары мен ЕГОВ сайтындағы азаматтарға жылжымайтын мүлік сатып алу, сату, жалға алу бөлімі арқылы байланысуға болады. Әдетте қаржы институттарында сенімді бағалаушылардың өз тізбесі болады. Сондықтан ұсынылған компаниялардың бірі
мекендеріне бағалауға тапсырыс берген жөн. Бывают случаи, когда заемщик договаривается с независимым оценщиком до того, как взять кредит в финансовом институте, договаривается о том, чтобы оценщик завысил стоимость. Заемщик хочет тем самым получить больше кредитных средств за счет данной оценки. В данном случае я бы не рекомендовал это делать, потому что в самих финансовых институтах в основном есть свои залоговые специалисты, которые проверят данный факт, выявят данный факт, затем могут завернуть эту оценку. Кепіл құны несие сомасын және сол бойынша есептелген пайыздарды жабуы тиіс. Сондықтан өтімділік коэффициенті деген ұғым пайда болған. Ірі қалаларда ол 0,8-ге дейін, аудан орталықтарында 0,7-ге дейін, қалған ауылдық елді мекендерде 0,5-тен 0,6-ға дейін. Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларындағы ең жоғары коэффициент 0,9-ға дейін жетуі мүмкін. Өтімділік коэффициентіне көптеген факторлар әсер етеді. Солардың бірі ірі қалалардан алшақ орналасқандығы. Допустим, заемщик приходит в финансовый институт с документами, у него дом, скажем, новый, только введен в эксплуатацию, у него есть независимый отчет об оценке независимой оценочной компании, которая оценила этот дом, скажем, на 70 миллионов тенге. Он потратил туда около 70-80 миллионов тенге полностью под ключ строения. Но его дом находится в отдаленном населенном пункте, скажем, с населением до 1000 человек. Таким образом, он не согласен с внутренней оценкой данного финансового института. Они оценили, скажем, на 40 миллионов, ну не на 40, на 20 миллионов. И он не согласен, он говорит, почему так мало. Я построил дом за 70 миллионов, у меня там сантехника итальянская, паркет там, испанский и так далее. Но в данном случае он не предусматривает, заемщик не предусматривает тот факт, что его дом как бы не ликвиден, его не купят за такую стоимость, только потому, что этот дом находится в отдаленной местности. Қаржы институттарында ішкі бағалау мамандарының кепілдік жылжымайтын мүліктің өзіндік базасы бар. Сонымен қатар krisha.kz сайты жиі қолданылады. Онда ұқсас жылжымайтын мүлікті іздестіру жүргізіледі. Егер нысанның нарықта сұранысы төмен екені анықталса, өтімділік коэффициенті төмендейді. Мысалмен қарастырып көрейік. Аудан орталығында нарықтық құны 5 миллион теңге тұратын үйіңіз бар делік. Егер сізге 0,7 өтімділік коэффициенті қойылса, онда сіз несиенің ең жоғарғы сомасы үй құнының 70%-ына ғана қол жеткізе аласыз, яғни 3,5 миллион теңгеге. Егер сіздің бизнесіңіз үшін үлкен сома қажет болса, онда қосымша кепіл көзін іздейсіз, немесе қарыз берушілерді тартасыз. Одан басқа кепілге қолда бар ақшалай депозитті қоюға болады. Депозиттерде өтімділік коэффициент 1 құрайды, өйткені бұл қаржы институты үшін ең тәуекелсіз құрал. Кепіл шартына қол қойылғаннан кейін мүлік әділет департаментте кепіл ретінде тіркеледі. Мұны егов сайтында жасауға да болады. Ол үшін сайттағы бизнес, жылжымайтын мүлік және құқық, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу бөліміне өтіңіз. Дәл сол жерден кепілді есепке алу үшін қажетті құжаттардың тізбесін ала аласыз. Сіздің мүлігіңіз кепілдікке айналған кезде оны сатуға, айырбастауға немесе қайта салуға болмайды. Бірақ оны жалға беруге немесе пайдалануға әбден болады.
Әр қаржы институтының өзіне тән кепілдік саясаты бар. Мысалы, ол несие серіктестіктерінде екінші деңгейлі банктерге қарағанда біршама бейілді. Кепілге жер учаскелерін, ауыл шаруашылық техникасын, көлік не болмаса биоактивтер, яғни ірі қарамалды қоюға болады. Өз кезегінде банктер кепілдікке асқан талаппен қарайды. Құжаттарды көптеп талап етеді, сондай-ақ ауыл шаруашылығына арналған жерлерді кепілдікке алмайды. Несиемен қамтамасыз ету туралы барлық шарттарды несие маманнан білуге болады. Бірақ кейде кепілдік саясатын қаржы институтының сайтынан да оқып білуге болатынын айта кету керек. Мысалы, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының сайтындағы корпоративтік басқару бөліміне. Тақырыбымызды қорытындылайық. Сіздің кепілге қоятын мүлігіңіз заңды түрде рәсімделген болуы шарт. Бар құжатыңызды ретке келтіріп, тіркеу рәсімінен өткізіңіз және заңдастырыңыз. Сіз үшін ақпараттың негізгі көзі бұл несие маманы. Ол сізге кепіл саясатынан хабардар етіп, бағалаушы компанияға жөн сілтейді және әрекет ету алгоритмін түсіндіреді. Жалпы ауыл бизнесін несиелендірумен айналысатын қаржы институттары туралы толығырақ 6, 7, 8 сабақтардан біле аласыздар. Істеріңізге сәттілік тілеймін.